Екпе егу жұмыстары жалғасуда. Бұл жолы Шу ауданының тұрғындары Pfizer компаниясының Comirnaty вакцинасын алуда. Қазірдің өзінде 305 жасөспірім, 66 жүкті әйел және 37 бала емізулі анаға салынған. Толырақ тілші материалында. Шу өңірінде аталған вакцинаны 408-ге жуық аудан тұрғыны қабылдап үлгерген. Медицина мамандары кәмелет жасқа толмаған балаларға ата-анасының рұқсатымен ғана екпе егілетіндігін, толық тексеруден өту керектігін айтуда. Еске сала кетсек, мұнда екпе егу өткен айдың 20 қараша күні басталған болатын. Біз осы аудан тұрғындарына және де оның ішінде жүкті әйелдер мен емізулі аналарға және 12 жас пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдерге осы коронавирустық инфекцияға қарсы екпе салуын бастадық. Ал бұл Төле би ауылының тұрғыны Ботағанат қызы, кішкентай бөпесі бар. Коронавирусқа қарсы екпенің екінші компонентін алған. Қазірде денсаулығым қалыпты дейді. Өзімнен және болашақтағы балаларымның денсаулығы үшін, қазіргі баламның денсаулығы үшін вакцина екінші турын алып отырмын. Тұрғындарға айтарым, өз денсаулықтарыңыз үшін вакцина алуды қолдаймын. Мамандардың айтуынша, вакцина салған жердің қызаруы, басының айналуы мен лоқсу қалыпты реакция. Бірақ бұл жағдайда да дәрігерлерге, яғни бізге хабар бергендері жөн деп кеңес береді. Дәурен Доғдырбай, Жұмахан Төлеуұлы, Меруерт Сауранбай, Аймақ.